Ümmetin ömürlük kuşları gül. Bağbansız ustaz bağlığın ustara bul. Koştasıp bugünkü gün uyasından sol kustardın bir tobu uşqalı tur. Dep Altın Uya Mektebinin tabaldırığından ülken ömürge uşqalı oturgan mektep bitirүүчү түлектерimizni hurmetpen ortaga şaqıramız. Endigi кезек 1987 жылы bitirgen түлектерimizni ortamızga şaqıramız. 1987 жылы 20 жылдық Батырлыққа ұзынан жарыған ер қазақтың жалауынан таныған өзі батыр, өзі әнші халыққа жарасады жігер берер әнұран. Өзбекстан Республикасының әнұраны орындалады. Мектебім қимас менің мекенім атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Ассаламу алейкум, ұстаздар, ауылдастар, бітірушілер. Не дейміз, мәулен бар осы мектепте оқытқан ұстаздарымыз, ағай апайлар бәріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Осы 20 жылдың ішінде қандай жетістіктерге, жеңістерге жеткен болсақ, сіздер себепші, сіздер мехнаттарыңыз арқасында осындай жетістіктер жетіп жүрміз. Сіздердің дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын, көргендеріңіз той болсын әрқашан. Өмірде қандай армандарыңыз, ниеттеріңіз болса, баршасын жеткізіңіздер. 11 класты бітіріп, үлкен бір өмірге қадам тастап атқан түлектерімізге сендердің осы келесі жолдарың ашық болсын, жүздерің жарық болсын, өмірде ешқашан қағылмаңдар, үлкен жеңістерге жетіп жүрулеріңізге тілектеспіз. Рахмет. Құрметті жиналған қауым, ұстаздарым, бүгін біз мені осы мектепті бітіргенімізге 20 жыл өтіп кетіпті дем арасында. Уақыттың қандай тез өткенін білмей қалыппыз. Бүгін ұстаздарымды көріп қуанып отырмын. Сіздердің арқаларыңызда осындай дәрежеге жеттік. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, ұстаз ұлық емес, ұстаз ұлы құрметке, ардаққа лайық деп, өмірге ұрпақ әкелген аналарымызды қалай құрметтесек, ұстаздарды да солай құрметтеуге лайықпыз. Сіздер осындай шәкірттерге білім беріп, өмірге ақ жол тілеп, осындай бізге білім атап, құрметке лайықсыздар. Сіздерді көріп өте толқып отырмын, қуанып отырмын. Рахмет сізге. Өзімнің сынып жетекшім Гүлбахира апайды көріп өте қуанып отырмын. Ағайымызды көріп, Сидал ағайымызды қуанып отырмын. Рахмет сіздерге. Тимегүл апай ұстаздарын.
мына шәкірттерге осы білімдеріңізді аямай біздерге уақытысында қанша еңбектеріңіз сынды. Рахмет сіздерге үлкен. Мына биылғы бітіріп жатқан түлектерге ақ жол тілеймін. Өмірде жолдары ақ болсын, арман мақсаттары орындала берсін. Биік белестерден көріне берсін. Осы Қыпшақ ауылының атын елге, әлемге танытып жүре берсін. Әрбір бір жақсы мамандық иесі болып өсе берсін. Оқуға түсем деген армандарына жете берсін. Өз армандаған мамандықтарына түсе берсін деп тілеймін. Қадірлі іні бауыр қарындастарым, шәкірттеріміз, барлықтарының нәтижесіне ер жетіп, бүгінгі күні біздердің басымызды қосып, өздерінің бастарын қосып, осы күнге жеткізіп отырған екенсіңдер, барлықтарға бақыт тілеймін. Күй тартылып, барлық өлең айтылсын. Басқа тойды тойламасам тойлама, осы бүгінгі күні соңғы қоңырау тойлар баршамыз бірге тойлайық демекшімін. Ал енді сендердің барлықтарына ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Бақытты болыңдар, перзенттердің рахатын көріңдер. Мына алдымызда тұрған 68, 78 қысқасы барлықтарың қазіргі күнінде жан ұялы болып кеттіңдер. Небере көріп осындар, перзенттер сүйіп асындар, сол перзенттердің қызығын көре беріңдер, табыстарыңа табыс қосыла берсін, өмір жастарың ұзақ болып, бізден де ұзақ жасай беруді құдайдан сұраймыз. Рахмет, сыйлықтарыңызды тапсыруға болады. Ағайлар, 1987 жылғы жігіттер қыздардың атынан мектебімізге өзіміздің сыйлығымыз қабылдап аласыздар. Қалған ағай апайларды бүгін Тройскідегі сой бойы тойханасында 20 жыл кешімізді күтіп қаламыз. Сол жерде сіздерге особый подаркамыз болады. Сол жерде көріскенше күн жақсы. Рахмет үлкен. Баршаңызды
Кешегі болған жанымнан, базары болған бағымнан, жастық күндерден белгі сендерді көргім келді. Қайдасың абзал достар, сағындым. Қарайық достар іздерден, кімдерге ерте күз келген. Жылдардың бересінде, арманның кемесінде, мәңгілік біргесіңдер біздермен. Жұлдыздардай жайқалыңдар көктегі, жадырасың бол өмірдің көктемі. Ақтарылсын алдан ақ тілектер, айрылмасын мәңгі пәк жүректер. Сыйласайық мұн өмірде қас қағым. Ашық болсын мәңгі жас жанымыз, ашық болсын мәңгі аспанымыз. Амандықта жүздесейік достарым. Тағдыр жықпасын, ұстарсың елдің тұтқасын. 10 жыл бірге өскен сол бір болақтай жаным мөлдір, адал достарың естен шықпасын. Алмастыратын мың күнді, аңсадық қанша бұл күнді. Келіңдер жүздесейік, бақытты күн кешейік. Сағындым арман достар күлкіңді. Жұлдыздардай жайқалыңдар көктегі, жадырасың бол өмірдің көктемі. Ақтарылсын алдан ақ тілектер, айрылмасын мәңгі пәк жүректер. Сыйласайық мұн өмірде қас қағым. Ашық болсын мәңгі жас жанымыз, ашық болсын мәңгі аспанымыз. Амандықта жүздесейік достарым. Жұлдыздардай жайқалыңдар көктегі, жадырасың бол өмірдің көктемі. Ақтарылсын алдан ақ тілектер, айрылмасын мәңгі пәк жүректер. Сыйласайық мұн өмірде қас қағым. Ашық болсын мәңгі жас жанымыз, ашық болсын мәңгі аспанымыз. Амандықта жүздесейік достарым. Бас қостық достар бүгін, гүлдердің жапырағындай жайылып, ақ дастархан алып ұшқан көңіл шіркін жанғандай. Көтерейік кәне достар, махаббат үшін үзілген сөнген үміттер қайта жалғансын. Көтерейік кәне достар, мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Көтерейік кәне достар, махаббат үшін үзілген сөнген үміттер қайта
тоқтатып соларды қолдап қошеметтеп тойханамыздың түрлі кешіміздің жарық жұлдыздары бүгінде 20 жылдық мектеп түлектері яғни 1987 жыл туып өскен біздің 13-ші мектептің жігіт қыздарын қарсы алуға дайындап көрейік. Дайын болсаңыздар біз ортамызға мектеп түлектерін қарсы алайық ардақты ағайын. Бүгін қуаныш құтты болсын. Мінекей 1994 жылы алғаш мектеп табалдырығынан аттап кіріп келген ұл қыздарыңыз бүгін арадан 20 жыл өтіп, соның қатарында 2005 жылы 13-ші мектепті бітіріп, тұс-тұсқа тарап кеткен жастарымыз 20 жылдық мектеп түлектеріміз бүгін қайта бас қосып қауышуда. Сондықтан ортамызға бүгінгі кешіміздің негізгі қуанышты кешіміздің кейіпкерлері, себепшілері 20 жылдық мектеп түлектерін қарсы алайық. Мархабат! Алқанға қошеметпен мектеп түлектерін қарсы Mana akbarsa qo'l ko'tarib turib, shirmanliklar havasi. Shingdir bo'lib turamiz. Енді құрметті мектеп түлектері 20 жылдық жігіт қыздарымыз сіздерден бір өтініш, дастарханға өздерің қалай жайғасыңдар, солай жайғасып отырып алайық. Рахмет, баршаңызға мың қуаныш құтты болсын, тойларыңыз той болсын. 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық той жасау Аллахтан баршаңызға нәсіп еткен болсын. Мектеп түлектеріне бүгін қуаныштарыңызға біз де серікпіз, ал сіздердің қуаныштарыңызға тойлағалы келген ұлағат ұстаздармен қадірменді болған қонақтарымызға баршаңыз дастархан төрінен орын алып жайғасыңыздар деймін. Қыз жігіттеріміз араласып отырсаңыздар керемет болатын еді. Армысыздар ағайын дос жарандар, құлақ салып тыңдаңыздар, қуанышты хабар бар. Бүгін тағы 20 жылдық мектеп түлектері қайта қауышты деп санаңдар. Қуанышпен арайлап атсын әрбір таңымыз. Сол қуаныштан отырғандар бәріңіз билеп әнге салыңыз. Осында келген үлкен кіші кәріңіз нөмір 13-ші мектеп Қапшақ ауылының мектептелік түлектердің тойына баршаңыз қош келдіңіз, бәріңіз де ассалаумағалейкум ағайын. Бір мұсылман баласы ассалаумағалейкум дегенде уағалейкум бір айғайлап шапалақ соқсаңдар орынды болар. Ассалаумағалейкум! Рахмет. Ал енді құрметті жігіт қыздар, құрметті ұлағат ұстаздар. Мынау мектеп түлектеріне бірінші тілегім, бүгін той сіздердікі.
есте қалу үшін бас қостыңыздар, арадан 20 жыл өткесін. Бірақ енді бүгінгі тойды есте мәңгі сақтап, жақсы қуанышпен өткізу бұл сіздердің қолдарыңыз бен біздердің қолдарымызда. Сондықтан бәрімізден өтініш бүгін тойымызда бір кішкене орынменен, сәтіменен, келесі өзінің кезектерменен бүгінгі тойды тілекке шақыратын боламыз. Мен бұл жерде қыздарымыз, ұлдарымыздың басы қосылып бір емес, естуім бойынша 3 сынып қосылғанбыз, солай ма? 3 сынып қосылған болсаңыздар, енді бұл жерде бүгін жігіт қыздарымыздың басын қосып тілекке шақыратын боламыз. Той басынан тәртіппен түсіндіріп өтейін. Бүгін тойдың тілегі 3-ке бөлінеді. Сол 3 тілектің біріншісінде 10 қызымыз, 10 баламыз шығады. Тілек айтады, жақсылап билейді, содан кейін бірінші конкурс өтеді. Бірінші конкурста бірінші, екінші, үшінші орын иелерін анықтайтын боламыз. Одан кейін екінші тілекке дәл солай тағы 10 қызымыз, 10 жігітіміз тілекке шығады. Одан кейін билеп жайына отырғасын, арасында тамақ берілген кезде тамақта тілек берілмейді. Отырып бәріміз тамақтанып алатын боламыз. Ал одан кейін екінші конкурс өткіземіз. Екінші конкурс қыздар мен келіндер арасында болады. Бірінші конкурс жігіттеріміз арасында болады. Сонда бүгін ешкім қапа болмаса керек. Ал одан кейін ең соңында тілекті бата беретін келіндерімізден қойды. Баршаң бақытты болыңдар. Бұл енді әзіл ретінде айтып тұр. Әзіл күлкіге жақсы, күлкі денсаулыққа жақсы дейді. Егер рұқсат берсеңіздер, бүгін осында Қыбырай ауданы Қыпшақ ауылындағы нөмір 13-ші мектептің 20 жылдық тілек тойын ардақты қарилерімізбен, бір жақсы тілектерімізбен, ұлағатты ұстаздарымызбен, мектеп қабырғасының пірі болған ұлағатты ұстаздарымыз ортамызға шақырайық. Өйткені жаңбырмен жер көгереді, батаменен ер көгереді десе, мен құрмет сепкен ортамызға Сейдал ағамызбен Ерал ағайды сіздердің қошеметтеріңізбен бір ортамыздың төріне қарсы алып, солардың батасын алып, кешіміздің дастархан ашық деп жаралайық. Мархамат, Сейдал ағай, Ерал ағай келсін ордаға. Ұлағатты ұстаздарымыз мына ортамызда бүгін 20 жылдан бері тойымызға бір жақсы тілегін жолдайтын елбасы ағаларымызға құлақ салайық. Рұқсат берсеңіздер, мерекенің жолын қояйық. Ассалаумағалейкум мереке. Қуаныш құтты болсын, мархамат. Ассалаумағалейкум, қадірлі шәкірттер, балаларым, қыздарым. Ең біріншіден ұстаз шәкіртпенен бұл жасайды. Сендер бар екенсіңдер, бүгін шақырып отырсыңдар. Біз өте көңіл күйіміз көтеріңкі, жақсымыз. Рахмет сендерге. Барлықтарың отандарыңа ие болып, балаларыңа бас болыңдар. Көрікті, сәулетті, қыз келіншектер, жігіттер болып, ойнап күліп жүре берулеріңізге біз тілектесіміз. Әрбір шаңырақта құт береке болсын, дендерің сол болсын, әрқайсың қызды қияға, ұлды ұяға қондыратығын азаматтардың бірі болып жетіле беріңдер. Сендерге бар жоғы, мына біздің жасымызда да асып жүре беретін жастарды тілейміз. Ей достар, жасыларды абайлаңдар, сақтаңдар, сәлем деген сөзді ақтаңдар. Мына бүгінгі күніміздің жасымызға жетіп, 80-90-да әрдайым еске алып жүре беріңдер демекшімін. Бәрің бақытты болыңдар. Міне арада бірнеше 20 жыл өтіп кетіпті. Осы 20 жылдың ішінде барлықтарың қуанышты жұптарыңды тауып, шаңырақ иесі болып осындар, өмірлі шүмірлі боласыңдар. Сендердің қызықтарыңды көре берейік. Бақытты болыңдар, әрқайсыларың дәрежелерің жоғары бола берсін. Біз сонымен сендердің қызықтарыңды көріп үйренейік. Бір нәрсені айта кетейін. Мына біздің ауылымыздан ұшып шыққан жастар мектебіміз қазақ тілінде алып барылған. Артындағы 9-шы мектепте қазақ тілінде алып барылған. Кейін кезде қазақ өзбек тілі болып кетті. Сол мектеппенен салыстырып көріп отырмын да. Сол артындағы мектепке қарағанда біздің мектептер сәл деңгей төмендеу. Неге? 9-шы мектеп былтыр 24-ші жылы мектептің 100 жылдығын тойлады. Ал біздің мектеп келесі жылы 26-ші жылы 100 жылдықты тойлайды. Сол 100 жылдықта барлықтарың өз үлестеріңді қосып, қуанышпенен сол мектепте 100 жылдықта кездесіп беруді нәсіп етсін. Ол 9-шы мектепті азғана мақтап тұруының себебі бір ғана отбасынан, бір ғана үйден 4 ғылым докторы шыққан. Біреуі медицина ғылымы, біреуі философия ғылымы, сондай болып, ал біздің мектептерде солардың арқасынан өтіп кететіғын ғалымдар көбірек шықсын деймін. Тілегім сол, бақытты болың. Ағай, сіздің мына сөз біріңізге қосыларым. Мына бүгінгі 87-88 аралас мына түлектеріміз, 20 жыл алдың түлектер, қазір міне жігіт ағасы,
алды ел ағасы болып отырған мына жігіт қыздарымыздың бас қосу кеші екен. Менің тілейтінім осындай жақсы күндерде бастарың әрдайым қосылып жүре беріңдер. Жұрттарың жазылмасын. Мына жігіттерімізге рахмет, қыздарымызға рахмет, осыны ұйымдастырып, әрекет қылып жатқан. Мына келіндерге рахмет, осы жігіттерімізге осыны ұйымдастыруды қолда қуаттап жүрген жоқ, болмайды, бұндай десе бастары қосылмай кететін еді. Рахмет келіндерге. Балдарым әрдайым жақсы күндерін көбейе берсін. Өзі сендер ең көп класс едіңдер, ең шуылдақ класс едіңдер, ең жақсы, ең байыбай класс едіңдер. 88 еді ағайын. Егер барлық класста сол кезде 88 болатын болса, 11 класста 900 бала оқу керек еді біздің мектепте. Сендер кеттіңдер, сендерден кейін және 1-2 класс кетті де, одан кейін оқу келмейіп кетті. Сендер кеттіңдер, керек кетті. Көбейтуде сендердің қолдарында. Ауылымыз көбейе берсін, өркендесіп берсін. Өте жақсы ауылымыз. Чемпиондарды өздерін көрдіңдер. Жақында опен бюджет болды ағай. Біздің ауылымыз ешкімнен кем емес. 2-ші орынды алып отыр кішкене ғана Қыпшақ ауылы. Біз Қабырай бойынша. Бұл да осы жерде отырған жігіттердің де үлесі көп. Ауылдың ұйымшылдығы, жастардың ұйымшылдығының арқасында. Бір сол жерде көрдіңдер көзге. Жақсы, бұдан кейін де жұмыла кірісіп істей беріңдер. Әрдайым естіп жатамын. Мұны әулиеге мынандай оқушылар, мынандай жылға жігіттер жарты көмек көрсетіп жатыр деп. Осы класстың жігіттерінің аты тез-тез шығып тұрады. Бәрекелді дейміз барлығымыз. Осында игілікті істерің әрдайым жалғаса берсін, көбейе берсін. Бүгінгі отырыстарымен құттықтаймын. Рахмет. Біздің елбасы ұлағатты ұстаздарымызға Маңнамыралға, Сереге, Сәге, біздің арнайы кешімізге берген бата тілектеріңіз қабыл болсын, ең керексіз демдеріңіз сол болсын, ешқашан ауырмаңыздар. Біздің Қыпшақ елін 13-ші мектепті әрқашан жер жағанға таныстырып, аттарын даңқын шығаратын ұлағатты ұстаздарымыз аман болсын. Аумин деп, Аллахан жазайық, аумин. Ал батамды берейін, үстем болсын берейін, әрқашанда сендерді биіктерден көрейін. Қырғауылдай қорғалап, бөденедей жорғалап, қадыр кесін қастарыңа, бақыт берсін бастарыңа. Бала-шағаларың көп болсын, қайырғандарың жоқ болсын. Ел алдында ерлеңдер, абыйларың өрлесін. Той үстіне той болсын, ешқандай қам болмасын. Ауылымыз көркейе берсін, бақытты болып, дәулетті болып, жүре беріңдер. Құдайдан сұраймыз. Аумин. Аумин. Аллаху акбар. Рахмет. Ағайларға мың рахмет. Бір шапалақ салып қояйық. Ұстаздарымызға рахмет. Мен бірінші сұрау берейін. Мектеп түлектерін естіп отқандар болса. Тыңдаңыздар. Бірінші сұрақ. Араларыңызда үйленбегендер жоқ шығар, я? Бар кемекші. Бар ма? Тұрмысқа шықпаған қыз бар ма? Жоқ, бәрі тұрмысқа, я? Енді мен бірдеңен өтініш жасап жатырмын. Құрметті қадірлі 20 жылдық мектеп түлектері, мына арпа ішінде бір бидай, тар ішінде тас дейді. Ортамызда арнайы кешіміздің дастарханын ашып берген ұлағатты ұстаздарымызға, Сейдал ағай менен Ерал ағайға 20 жылдық мектеп түлектері атынан тойдан томалақтай дейді, орамал жөн болмайды, жол болады деп арнайы 20 жылдық мектеп түлектері сыйлықтарын қабыл алыңыздар. Құрметті ұстаздар, аз да болсын көптей көресіздер, есте қалар. Жарайды. Енді ардақты қымбатты ұлағатты ұстаздар, әрі қатарымызда тағы да қуанышымыз бірге тойда келген ұлағатты ұстаздарымызға да бүгін 20 жылдық мектеп түлектерінің атынан берілетін сыйлықтарымыз бар. Ол сіздерге арнайы ортаға түлекке шақырған кезде мектеп ұстаздарын арнайы өздерінің алып келген сый-сияпаттарымен марапаттайтын 20 жылдық мектеп түлектері. Ал менен бірдеңе өтініш қылып жатырмын. Мына қазақта мынандай бір нақыл сөз бар. Бүгін 20 жылдан қайта бас қосқандарын көріп
жүздерінде күлкілеріңді көріп, мектеп дәуірді еске алып, елге қайта оралып, тұс-тұсқа шашырасақ та, бүгін 20 жылдан кейін қайта бас қосып отырмыз. Бірақ тыңдап отқандар бар ма? Кім сөйлеп отырмаса маған көрсетіңдер, класста шығарып жіберем қазір. Бірақ ағай, бірақ деген сөзді бекер айтқан жоқ. Осы сіздермен бірге қуанышты дәл осылай сіздер секілді күліп ойнап өткізетін қатарымызда жоқ азаматтарымыз да бар. Содан атам қазақта айтылған нақыл сөз бар: өлім еске алмай, тірі ешқашан байымас деген. Естеріңізде болса, мен қазір адаспасам сөзімнен жаңылмасам, сіздерді алғаш 1994 жылы мектеп табалдырығын аттап бала болып кіріп келген кезде екінші аналарындай құшақ жайып қарсы алған ұлағатты марқұм ұстазды ести аласыңдар ма? Ол кім еді? Ұлбосын апай еді. Марқұм Ұлбосын апайымызды өздерінің қатарларынан ерте кеткен, бірақ ол кісілер қатарымызда болмаса да бүгін аруақтар жүрген шығар. Менің достарым, менің шәкірттерім бүгін 20 жылдық қайта қауышу кешін тойлап отырды. Сол марқұмдарымыз Ұлбосын апай, Сүннатулла бауырымыз, Нұржан бауырымыз, Батыр бауырларымыз болса қан еді. Болмаса да сол аруақтарды еске алып, бір тыныштық сақтап қойсам болар еді. Рахмет. Қуаныштардың әрқашан қуанышқа жалғасы. Бұларды еске алмай еш ләжіміз жоқ ағай. Неге? Бірінші мектепке табалдырға аттап кіріп келгенде ол кісілер бар еді, солай ма? Қазір қатарымызда жоқ. Бірақ демеушіміз сіздер солардың бүгін орнын білдірмей, тойымызды, қуанышымызды, жақсы қуаныштарды, жақсы тілектермен, жақсы билермен, жақсы ойын конкурстармен жалғастыратын боламыз. Қазір мен сіздерге бір рұқсат берейін, көп емес, бір 5-10 минут уақыт беремін. Көптен бері, бүгін 20 жылдан бері көріспегендер бар ма қатарымызда? Кім екен? Бүгін 20 жылдан кейін көріп отқандар бар шығар, иә? Сағынғасыңдар бәрі. Сондықтан сіздерге бір 10 минут уақыт берейін, жақсылап солды отырып, бір-бір жүздеріне құмарларын қандырып, сөйлесіп, іштеріне сырларын ақтарып, ал одан кейін тілек бастасақ бола ма? Онда былай дейміз. Қазір біз өнерпаз жігіттерімізден жаңа сіздерге музыкалық марапат жолдаймыз. Сіздер жақсылап бүгінгі дастархан төрінде жазылған 20 жылдық мектеп түлектің тамақтарынан дәмдес болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. 20 жылда тойлар құтты болсын. Бастасын достар бүгін гүлдерді жапырағындай жайнап тұр ақ дастархан алып ұшып көңіл шіркін жанғандай көтерейік кәне достар махаббат үшін үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын көтерейік кәне достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін жастық шақ гүл ашқан ба ағаштар шайқалады жүзінде жылы шуақ қуанышпен оятайық ақтанды
Бүгін сіздерге берілген уақытымыздың да таяп келді. Енді отырған жалпы мектеп түлектері, құрметті жігіт қыздарымыз және де ұлағат ұстаздар, біз бірінші бөлім яғни тілек кезегін бастайық. Тілек көңілдің арман деп 21 мектеп түлектерінің қуанышына қала берсін. Сол біздің Қапшағай ауылында, Қыбырай ауданында жайғасқан нөмір 13-ші мектептің пірлері, ұлағатты ұстаздар, біздің ұрпаққа да әзір білім беруден қанатталмас ұстаздар қауымын ортаға орнымыздан тұрып шапалақты ұрып, ұстаздарды ортаға ақтілекке қарсы алайын деп отыр. Өйткені бәріңізге білім берген, тәлім берген, екінші анадай болған біздің ұлағатты ұстаздарымыз ортаға шақырайық. Бұл жерде ер азаматтары Кеңес ағай, Балмахан ағай, Абдрахман ағай, Нығбат ағай бастаған қауым. Соның қатарында Омсылай апай, Гүлбақир апайымыз келіп отыр. Қынаш апайларымыз бастаған қауым. Клара апай, Фарида апай, Гүлзира апай, Саяр апайларымыз сол кісілердің басшылығында келген. Бүгін 13-ші мектептің ұлағатты ұстаздар арнайы бүгінгі 20 мектеп түлектерінің алғашқы тілек тізбегіне ұлағатты ұстаздар қауымын қарсы алайық. Мархабат, мектеп түлектер орнымыздан тұрып шапалақпен ұстаздарды қарсы алайық. Келіңіздер. Ұстазым менің ұстазым, өзіммен өткен қыс жазым Диларай. Сол 20 жыл мектеп арасында 10 жыл мектеп бітіргенше осы ұлағатты ұстаздармен бірге жүздесіп, осылардың арқашан білімін, тәлімін алдық. Ал енді келіңіздер бұларға да бір құрмет көрсетіп, орнымыздан тұрып шапалақпен қарсы алайық. Ұлағатты ұстаздарымыз бәріміз келейікші, апайлар, келіңіздер, ағайларымыз. Бірауыздар, стол ашып келген ағайлардан басқа Қынаш апайдың басшылығындағы мұғалималар қауымы ортаға келіңіздер. Азиз апай, Түймегүл апай, Мехр апайларымыз, мархабат, келе қойыңыздар. Естіліп жазылмай қалып кетіп, шешіміз қайыз тойлашы. Азиз апай, Түймегүл апай, Мехр апайларымыз келген дейді. Мархабат, келе қойыңыз. Біздің мектептің негізгі білімізді ұрпақтарымызға жалғастырып келе жатқан ұлағатты қанатталмас ұстаз қауымы мархабат келсін ортаға. Ұстаздарымызға орындық берейік, жігіттерім, сен бар екен бұны. Ағай, сізге орындық керек ба? Бәрекелді. Және бір орындық береміз. Бол, тағы да. Келіңіз ағайларымыз. Қандай керемет. Рахмет. Ал енді 20 жылдық мектеп түлектер, жігіт қыздарымыз ортамыздағы біздің ұлағатты ұстаздар, мектеп бірлері қабырғасында да ұрпағымызға білім беруден қанатталмас ұстаздарға бәріміз құлақ салайық. Ал армысыздар, ардақты ұстаздар, қуанышты кешімізге көргенімізден біз де қуаныштымыз. Осы бүгін білім берген, тәлім берген ұлдарыңыз, шәкірттеріңіз, қыздарыңыз міне арадан 20 жыл өтіп бүгін сіздермен қайта қауышып отыр. Бұларға деген бір жүректеріңізге тиіп келген тілектеріңіз бар шығар, айтатын сөздеріңіз көп шығар. Солар бір жақсы, бір шеттен ер азаматтың жолын қой еркектерден бастай берейін. Кеңес ағай мархабат. Ұзақтан, жақындан келген қонақтар. Қонақ дегенде қыздарымыз азыр мен айтып бардық 20 жыл көріспегендер бар. Сонша үлкен ұзақталар. Енді құрметті балдарым, бүгін міне 20 жыл өтіп ұстаздардың бар, ұстаздардың барлығы шақырып, дастархан жазып,
құрметтеп отырған екенсіздер. Бұл үшін үлкен рахмет деймін. Үлкен рахмет. Енді міне естесек, сендер растан да ағайлар айтып өтті, ең бір полковник дейді ме, сонда шумской тасыстар едіңдер. Көп нәрседен болады, енді келешекте қандай бір жетелік болға деп ойлайды. Бірақ енді ұзақтан жер салып андай отырамыз да, барлықтары үлкен жолда өз жолдарыңды тауып, өсіп, өніп, үлкен жерлерде істеп астында, үлкен жігіттер астында, ұстаз боласыңдар. Қысқасы сендердің мынау қылып атқан істеріңді көріп, ұстаздардың барлық біз өте құрсанып отырмыз. Енді не дейміз? Сендерге тілегіміз. Адам үшін ең қымбат күшті нәрсе. Бірінші саулық, екінші татулық, үшінші тыныштық. Осы үш нәрсе болса, қалған нәрсенің бәрі ептеп кететін бағдасы. Сол үшін әр уақытта істерің алға басып, семьяларыңда бас болып, семьяларың көбейіп, қыпшақ ауылып, не дейді? Ағайлар бағана айтты, соның бәрі дұрыс. Біздер үлкен үлес қосып, қыпшақ ауылын алға бастыратын жігіттерсіңдер. Сол үшін сендердің жақсы күніңен, жаман күніңен өздеріңмен бірге. Сол үшін бір-біріңді қолдап қуаттап, жәрдем қылып, сіз бізге жүріңдер. Және бір айтамын, үлкен рахмет сендерге. Тойларың құтты болсын. Assalamualaikum. Құрметті ұстаздар, апайлар, ағайлар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Өте қуанып отырмыз. Мұқағали Мақатаевтың бүгін мынау құрасын, осында құрасын сағадай болып тұрмысын қаудай бөліп шығасыңдар. Мектепте барлықтар қыздарымыз, жігіттеріміз әркім өзінің орнын тауып, Ақжалықта ана құттарып, балашықаларымыз болсын, уайымдарымыз болсын, бірліктеріміз болсын, ашты заманын тыныш болсын, өсіп жатқан балашықаларымыз иманды, инабатты оқымышты болсын, елімізді, өздеріміздің ақылын, қыздар көбейе берсін, еңбектеріңіз биік шыңдардан көріне берсін, жастардың абыройын көтеріп отырған қыздарымызға, жігіттерімізге алғысымызды айтамыз. Ауылымыздың бірлігі жоғар болсын. Мына бала-шағаның рахатын көріп, отбасыларыңызға тыныштық болсын. Бала-шағаның қызығын көре беріңіздер. Ардақты ата, аяулы ана, ата-ана көре беріңіздер. Assalamualaikum, құрметті қонақтар, ағайлар, апайлар, оқушылар. Бүгін кездесулеріңіз құтты болсын. Danışmanlardan soradılar. Kimdir bu dünyada aziz insan? Dediler. Albatta shubha yo'q, ustozdir aziz inson. Yana aytdilar ki, ustozni qadrlagan inson azizdir inson. Demak, ustoz o'z yo'lini, ustozni qadrlagan odam ulug' odam ekan, aziz odam ekan. Sebab bilib beruv bu Qur'onda ham, hadisda ham aytilgan ulkan savob. Bilim bergan odamni suvni ostida baliqlarni istiqorat qiladi. O'shadan bilim beryapti. So'sha sizlarga aytmoqchi bo'lganim, ota-onalar, og'aylar, opaylar, atalarimizdan ulkani bor, keyingi bor. Sizlar kelganda 94-yil ismimda bo'lsa agar baxshalanamiz foydalanamiz. Sizlar 1-klass bo'lib kirdingizlar. Yolg'izlar bir rahmetli opaylar, aziz opaylar, o'sha klasslari bor, katta klass. Juda yaxshi klass, uni baxsha aylanib ketdi. O'tgan umrni qarang, baxsda o'tkazdik. Men bir xorijda aytmoqchi bo'lganim,
Сол кездерде біз осы ағайлар апайлардың жолын алып жас болып, олардың еңбегімен астауырла дейміз, жақсы тәрбие бердік пе дейін. 90% оқушылар сіздерден жақсы адамдар. Бәлкім шығар енді. Не қыламын? Ішкілік жоқ, ішкілік жоқ, жүріс-тұрыс, ауылдың әбиірі, өнері, табысы, бала тәрбиесі, рахмет сіздерді тәрбиеге ата-аналарға, өздеріңізге рахмет. Енді бір әңгімеде осындай да бір қызық әңгіме. 3-4 жыл бұрын осы оқитындардың арасында бір бала 7-ші класста бір қызық әңгіме болды. Ол кітапқа жазсаң, кино, видео алсаң, жүдә бір зор сюжет болады да. Мен айтпақшы болған. Мен мелікті келемін іске. Сөйтіп бір сабақ өтіреді 7-ші класста. Бір бала ағай мініп келейін деді, үйге барып келді. Ағай меліңізді сеп шығып кеп, түзетіп қой керек, түзетіп қойын сабақтан кейін деді. Хоп дедім. Кейін бір бала тұрды да, сендердің балдарың біреуі. Мен мектеп бітірсем ағайға машина беремін. Сөйтіп бір қыз арқада отырғанда, ағайдың өзінің машинасы бар. Сөйтіп ол балайын, мен одан зорына беремін. Айтым, рахмет саған деді. Мен сабаққа қайтуым керек. Рахмет сендерге дедім. Ата-анаңа рахмет дедім. Мен ата-анам сізді оқытқасы ғой ағай деді. Енді үлкен бақыт. Бұдан басқа бақыт жоқ. Сварщик дарбазаны сваргалап кетеді. Бір басты оның нәтижесі көрмейді. Шофер апарып қойды, ақшасын алады, ол көрмейді. Мынау инемен білім қазып, балаға тәрбие беру, ол жылдардан кейін. Сіздерден 20 жыл, 30 жылдан кейін. Ұстаз қадірлі деген бұл тек қана өзі үшін демейді, бірінші ата-ана ұстаз. Ата-ана ұстаз. Ата-анадан кейін барып сіздің ең үлкен адамдардың бәрі ұстаз білген адам. Көресіз, үйренесіз. Сол үшін сөздің қорытындысы сіздерге тек жақсылық тілейміз. Жүргенде жолдарыңыз болсын. Қыдырәлі салам жолдастарыңыз болсын. Жаңайда жалғасын еске десептесін. Мына балдар оқып жатыр. Алдысы 6-7-ші класста меніңше. Ондайым бар мына. Енді айтып қоямыз да, сенің тәтең жақсы еді. Апаң жақсы оқыған еді. Ол зор мотивация болады да. Сәл өзіне ек болады. Мен бір неме қуаныш. Бұндай неме, мен апайлар мазар сабақ отырады. Мұстендер, балдарымен, тәтең оқытқан, апаң оқытқан деп қоямыз да. Мен апам жаман оқыған, тәтең жаман оқыған. Жаман оқыса сен берді отырмайсың. Сондай меген деп және өзіне қызық балаға тәрбие. Енді неге айтады дегенім, осындай кезде айтылады. Мына ағайлардың, ұстаздардың, апайлар жүдә үлкен бір немеге кезінде, сендер сонда дәуірге. Әзіргі заманда осы кейін не қылады? Әзір заман, технология, телефондар, интернетте, сендердің дәуірлер бір жақсы дәуір болған екенде, сол жақсы дәуірлер ешқашан ұмытпаңдар. Адам болып қалғандар, еш өзгертпеңдер. Сендерді көргенде әрден біз құрмет қыламыз. Есімізді сақтап қоямыз. Бітті сәлем берсе, бітті машинада кетсе, ол болды, 40 жылдық ойлар, пікірлер естер шығып кетеді. Сол үшін оқытушының бір несі. Ата-анайым сондай, сіздер күтіп отыр, мен қолымнан ісімді алады, еңбегімді алады. Сіздер балалар күтіп отырсыздар. Балаларыңыздан бәрі жақсы болады. Солай қарасам өзі. Районда Қырғайда біздің мектепте мектеп жоқ. Бұндай мектеп жоқ еш жерде. Бәр жерде жүдә қиын жағдай. Келгенде, әр жақтан келген. Біздің ауылдың адамдары жақсы. Балдары жақсы. Оларды оқып отқан балдары соған көз тимесін. Құда қаласа жақсы түрлерді кездесейік. Рахмет сіздерге осынша келгеніңізде. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірлі оқушылар. Рахмет сіздерге осынша кең басылған жағдайыңыз. Денсаулықтарыңыз болсын. Алладан не тілесеңдер, осы айтылған
Өзі мына тілекті тағы да жалғастыратын осы біздің 20 жылдық мектеп түлекті сол мектептен ұшырған ұстаздарға плашеттік жинені берім келген, бірақ жақсы үлкен аналарымыз сонда адаспайтын шығар бір шеттен бастай берсем Ақжауыт аналарымыз қош келдіңіздер апай. Құрметті оқушылар, бітіріп кеткен, қанға дендерің сау болсын, ұзақ өмір берсін, үй-іштерің аман сау саламат болсын. Құда қаласа мынау үйді жайлы болған шығарсыңдар, қыздар жұмысқа шыққан шығар. Сол үшін әрдайым ата-аналарына қызмет қылып, іздеп қылып, солардың несін айтып, оқушылардың айтқанын, білгенін қылып, еш жаман болмайсыздар. Әрдайым үйлерінде тыныштық болсын, ыстық саламат болсын, жақсы болсын, амандық болсын. Қадірлі ұстаздар, қадірлі оқушылар, бүгінгі 20 жылдық мерейтойлары құтты болсын. Бізді осындай ақ дастархан жайып, ақ бейіммен, ақ жүрекпен күтіп отырғандарына үлкен рахмет. Міне арада 20 жыл өтіп, сендермен біздер қайта қауышып, осы дүниеге, осы бүгін ерекше күнге нәсіп еткен Алла Тағалаға мыңдан бір шүкір дейміз. Барлықтарының отбасыларына тыныштық, амандық, бақыт тілеймін. Әрдайым дендерің сау, көргендерің той, жегендерің қой болып жүре берсін. Қымбатты балапандарым, осы бүгінгі кешті ұйымдастырғанға үлкен рахмет бәріңізге. Мына 20 жыл екі күнде өтіп кетті. Кешегі жүрген кішкентай балапандар еді. Бүгін әрқайсысы әр жанұяның иесі болып отыр. Қосқындарымен қоса қартайыңдар. Ұл-қыздарының қызығын көріп жүріңдер. Ынтымақ қайда барасын өзі ынтымаққа деген ынтымақты болыңдар, мейірбанды болыңдар, бір-біріңізді кешірімді болыңдар. Бір-біріңмен құда жекжат болыңдар, құда қаласа. Той жылы уласа берсін, бастарың жақсылықтан шықпасын, биік белестерден көріне беріңдер. Өздерің жете алмаған белестерге ұл-қыздарың жетіп жүрсін. Солардың қызығына батып жүріңдер, біз соларға тілектесіміз. Құрметті оқушылар, міне 1-ші класстан 10-ші классқа шейін оқып, естерім кірді, кірмеді. Бітіріп кеткеннен кейін апайлар жақсы оқытқан екен ғой дедіңдер. Енді одан кейін 20 жылдан кейін міне біздер көрісіп жатырмыз. Біреулерімді көрдік, біреулерімді көрмеді. Ең бірінші дендерің сау болсын. Отбасыларың аман болсын. Барлықтарын қосқандарыңмен қоса қарыңдар. Берген балдардың рахатын көріңдер. Тапқандарың осындай тек қана жақсылыққа болсын. Жолдарың бейқатар, істерің тілегіміз. Бастауышта оқытқан демеңдер, бәрі осы мұғалімдердің мен оқытқан ona кездендерді. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, сонымен бірге бүгінгі кешіміздің геройлары. Алдыменен тыныштық елімізде, жұртымызда тыныштық, амандық болсын. Соның артында мына 100 көрістік, 20 жылдан кейін сөз қағысып. 20 жыл дегенде көрген балдарым бар, 20 жыл дегенде соға дейін көрмеген едім қыздарым бар. Біреулерін таныдым, біреулерін танымадым. Аллаға шүкір, бұл да болса тыныштықтың арқасы. Сендерге тілетігінің балдарым, қыздарым, дендерің сау болсын. Барлығың ұлдысын, қыздысын. Өсіріп атқан ұлдарың иманды болсын, ынсапты болсын. Иманды болса алғыс алады, имансыз болса қарғыс алады дейді. Қарғыс алмай, иманды болып жүре берсін. Дендерің сау болсын, сол Құдайдың берген ұл-қыздардың рахатын көріңдер. Бізге ұқсап кәртейік төрде отырып, столда отырыңдар, абайлар сөйлесіңіздер. Міне, дендерің сау болсын, тапқандарыңа береке берсін, қосқандарыңнан қоса қартайыңдар. Қыздарым, келіндерім, балдарым, шақырғандарың үшін рахмет, естепсіңдер, бұған да рахмет. Кеш жарық, мынау құрметті түлектер. Біз әрдайым бүгін міне екінші рет неге қатысып отырмыз. Қыпшақтың жігіттерін, ер заматтарын әрқашанда қай жерде жүрсек те мақтан
айтып жүреміз. Осы ер азаматтарымыз аман болсын. Бұлардың жанында жүрген келіндерге рахмет. Бұл азаматтарымыз қаяқтан мықты болып тұрса, келіндеріміз мықты қылып тұр бұларды. Иә, шақтың келіндері мықтай келіндер, алтын келіндер, балдары одан да алтын. Иә, бұдан былай істерің берекесін берсін, тапқандарың берекесін берсін, бала шағалардың қызықтарын көріңдер, бай қуатты болыңдар, шақтың туын, шақтың атын, мына өзіміздің мына жақында шыққан Руслан баламыз құсап, одан әрі шығара беріңдер. Әр жерде қаяқта жүрсек, Алматыға барсақ та біздің шақтың балалары мықтай деп жүреміз. Сол мықтай деген атқа лайық болып жүріңдер. Рахмет, Азизабай. Келіндер бір қуатып қойдыңыз ғой деймін. Молодец. Өзі шын айту керек, біздің жігіттеріміз осындай сұлтанды, сұлу, сымбатты, айбарлы, арыстандай болып жүргені бұл келіндердің арқасы. Естіңдер ма келіндер? Бірақ бұлардың шаштарын ағарып кеткен сендердің арқаларың болса керек, Ілайым бақытты болыңдар, ұлағат ұстаздарымыздың ұрпақтары тәрбиеледі, сіздерден талмаңыздар. Жаңа біздің ұлатты ұстазымыздың біреу айтып өтті, мен алғаш ұстаздарымды оқытқам, содан кейін сендерді оқыттым деп. Енді сіздің ізбасарларыңызға тілек кезегін берейін, ол кісілердің тілегін тыңдайық, армысыздар абайлар. Мынау оқушылар бізді құрмет қылып, күтіп шақырыпсыздар. Құрметтеріңіздерге рахмет, дендерің сау болсын. Қосқандарының қоса қайтаққандайындар, Құдайдың перзенттерінің рахатын көріңдер, 100-ге келіп, осындай өздеріңді перзенттерінің ыңғайларында отыра беріңдер. Аман болыңдар, рахмет сендерге. Қайырлы кеш, құрметті апайлар, ағайлар, түлектер, 13-ші мектептің ынтымақ қайда барасың дейді. Бір жағадан бас шығар, бір жеңнен қолы шығар. 4 класс болған ғой, 4-ші классына мен жетекші болған. Рахмет осыншалықты дастархан жайып, көпшілікті шақырып, құрметтеп, отырған екесіндер тапқандарына береке берсін. Бастарың аман болсын. Қосқандарымен қоса қартайыңдар. Бала шағалардың тек қызығын көріңдер. Дендерің сау болсын бірінші. Денсаулық болса барлығы болады. Ауызбіршіліктерің жоғалмасын. Көргенде осы біздің балдар оқушылар деп әуес қыламын мен әліге дейін осы балдарды. Рахмет сендерге. 30 жылдықта, 40 жылдықта кездесе керек. Аман болыңдар. Ассалаумағалейкум, көпшілік, қош келіпсіздер, барлықтарыңыз. Жаңа Қылыш апай айтқандай, мен оқытқам, бізді мына алдыңғы апайлар оқытқан. Біздің ұстаздарымыз осы алдыңғы отырған апайларымыз болады. Апайларға бас иеміз, сіздерге үлкен рахмет апайлар. Біз бұл балдарды оқытқан болсақ, мен қазіргі кезде бұлардың балдарына тәрбие беремін. Кімнің баласын менің группамда кімнің баласы бар, қолын көтерсінші. Бұлардың балдарыны тәрбие беріп келіп жатырмын. Мейлі балдар, сендерге үлкен рахмет, дендерің сау болсын. Мынау жұптарымен бақытты болыңдар, ұл қыздардың рахатын көріңдер. Құдай қаласа 30 жыл, 40 жылдай бізді ұмытпаңдар, шақыра беріңдер. Не дейміз? Тек қана жақсылық болсын. Ешқашан шаршамаңдар. Осындай ұйымшыл болып жүре беріңдер. Ұйымшыл болғандарына раса құрсан болып отырмын. Мына бүгін біз қыздарымызды көріп жүріп танымай жатырмық. Кеше ғана кішкентай қыздар еді, енді ана болыпты. Мейлі. Өте құрсанмын. Барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Құрметті балдар, қыздар, бүгінгі жасап жатқан тойларың құтты болсын. Мынау жігіттер, бірліктерің арта берсін, дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, қосқандарыңмен қоса қарып, ұлды қыздарыңды жайына қойдым. Келешекте тек жақсаттарың шығып жүре берсін, қыпшақтың атын ары қарай шығара беріңдер. Ендігі айтып өтетінім, мен бұларға 94 ең жас мұғалім болғанмын ол кезде. Мына алдыңғы қатарда отырған осы жердегі мұғалімдерден өмірлік тәрбие,
білім сапасын көтерудегі барлық тәрбиелерді осы ұстаздарымыздан алғанбыз. Сендерге білімді бердік. Қолдан келгенше бар тәрбиені, білімді беруге әрекет жасадық. Міне бүгін соғанда 20 жыл өтіпті. Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Қыздар, қай жерде болсаңдар да дендерің сау болып, барған жерлеріңде әрдайым қыпшақтың атын жоғары көтеріп жүре беріңдер. Жігіттеріміз аман болсын. Не дейміз, әрдайым осы жақсылықтарының куәсі болайық. Рахмет. Кеш жарық, құрметті ұстаздар, құрметті 20 жылдың түлектер. Бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Мені әп-сәтте кеше ғана мектепте оқып, жүгіріп жүріп, бүгін енді міне 20 жылдық мерекені тойлап отырсыңдар, құтты болсын. Сол уақытта жас бала болып отырған болсаңдар, қазірде әрқайсың бірін барлықтарына отан тербетіп, бірін аяулы әке, бірін ардақты ана болып отырсыңдар. Отбасыларыңа сендерге тыныштық, амандық тілеймін, денсаулықтарыңда мықты болсын. Бүгін қандай әдемі, қандай сұлулыққа толып отырған болсаңдар, осы сұлулық, осы әдемілік сендерді ешқашан кетпесін. Ұйымдастырып отырған, осы кешті ұйымдастырып отырған барша жігіттер, үлкен рахметімізді айтамыз. Құрметтеріңе рахмет, ұйымшылдықтарыңа рахмет. Бұдан да кейінгі 40 жыл, 30 жыл, 80 жылдық мерейтойларында бір-бірімен қауышып, осындай әдемі болып отырғыларын Құдай Аллахым бұйырсын. Рахмет. Артымыз сау болыңыздар апайларға, ұстаздарға. Осы жерде бірдеңе айта кетейін дәлеле. Құрметті ұстаздар, жасастар, қыздар, қызбастар, сіздердің тілектеріңізді не дейді, сондай мазақ естік, бірақ шынымен сіздерге мың алғысымызды айтамыз. Осы дәуірді сағынамыз біз. Осы дәуірді күттік біз, осы күнді. Рахмет, тағы да мың алғыс сіздерге. Әрқайсыңыздың сөздеріңізді ерекше естік. Рахмет сіздерге. Мың алғыс тағы да сіздерге. Мынандай сөз бар ғой, ұстазың әкеңмен анадай ұлық деген сөз бар. Ал әкенің, ананың қадірін өзің әкемен ана болғанда білесің дейді. Біз мектепте оқып жүргенде ұстаздар ұрсатын, сен атаңа келетінде падашыда шықпайды деуші еді. Сөйтіп жүріп біз концертке жұмысқа кіріп кеттік театрға. Ол жерде 1,5 жыл концертмейстер болып істеп, елде концерт қойып жүргенімізде ұстаздарымыз концертімізге келіп, сен бір падада бағылмайсың деп ем, ел басқаратын азамат болсын, бұл біздің білімнің арқасы деп еді. Сондықтан баршаңызға біз бас тиіп тәзім етеміз. Ұлағат ұстаздар, дендеріңіз сау болсын. Мен білем, қатарларыңызда Гүлшехір апай тәрбиелеген қыз өзінің сұлулығына мән беретін қыз болып жетіледі. Қой қаласа, дәл осылай сұлу қыздай болып жүре беріңіздер. Ешқашан қартаймаңыздар. Енді өздеріңіздің шәкірттеріңіз мектеп түлектерінің атынан тойдан томалақтай деп айттық. Бар апайларымызға, ұстаздарымызға сыйлықтарымызды тапсырайық. Мархабат, қабыл болсын. Ертең Құдай қаласа үйге барып, әт-жәт шай демдеп, аяқты аспаннан келтіріп, осы шәкірттердің қызық көрдіресіздер апайлар. Дендеріңіз сау болсын, заманымыз тыныш болсын. Біздің ұрпаққа білім беретін қанаттарымыз қалмасын. Ұстазы мықтының, ұстамы мықты деген қанат сөз бар. Соны айтайын деп тұр ғой, иә. Енді біз ұлағат ұстаздармен бір жақсы естелікке суретке түсіп алайық. Бала ма, өйткені бүгінгі 20 жылдық мерейтой, бұл 20 жылда бір келеді ағайын. Сондықтан мектеп түлектен келіңдер. Енді 20 жылда отырмаңыздар, апайлардың подаркаларын алайық та, орындарын алып барып, ұстаздарды билетсе қалай болады? Өйткені 20 жылдан кейін ұстаздарды бұны қайта көріп осылар. Ұстаздарды жақсы билетейік, 20 жылда мектеп түлектермен сол мектептің қабырғасына білім беруші ұстаздар биі, ал жібер аттың басын.
Sen
төгілді. Рахмет, керемет. Бастамасы жаман емес, дәл осындай тәртіппен тойды алып барсақ. Бүгін шын мәнісінде 20 жылдық мерейтойлардың ең есте қалатын 20 жылдықтардың арасында тойдың бірі болады. Рахмет. Бәріміз жайғасайық. Светларны оқып береміз. Тойхана мамурият ілтимас сіздерден жырауларны оқып берейлі. Біз кешіміздермен қаратады жалғастырамыз.